Ассаламағалейкум достар. Кәсіпкерлік 21 әдет. Және де кәсіпкерлік 21 әдеттің 20-шы күні, және де 20-шы сабақты бастайтын боламыз бүгін. Бүгінгі тақырыбымыз жауапкершілік деп аталады. Өз істеріңізге жауапкершілікпен қарау негізгі тақырыпты осылай ашатын боламыз. Жалпы теориялық жақтарын оқып шығайын сіздерге. Жауапкершілік дегеніміз бұл өз істеріңізге, шешімдеріңізге және де олардың салдарына толықтай жауап беру қабілеті. Кәсіпкер ретінде жауапкершілік алу сіздің бизнесіңіздің сенімділігіңізді арттыратын бір қасиеттеріңіз. Өзіңізге өзіңіз сенімді, өзіңізге өзіңіз жауапты болған кезде міндетті түрде сізге Алла тағаладан рызық келетін болады. Және де сіз бір өзіңіз кәсіпкер ретінде бір бизнесіңіздің де сенімін арттырады. Сіздің серіктестеріңіздің, клиенттарыңыздан, өзіңіздің бір тұтынушыларыңыз бар ғой, солардың алдында да сіз жауапты болмасаңыз, өз ісіңізге, сөйлеген ісіңізге жауапты болмасаңыз, онда сіздерге ешқашанда басқа адамдар сенім көрсетпейтін болады. Міндетті түрде сенімменен осыны міндетті түрде ой елегінен өткіземіз. Мысал үшін былай айтайын, Алла тағала бізге өзіміздің көтере алмайтын жүгімізді бермейді екен. Осы жайында да ойлаңыздаршы. Осыдан 1-2 күн бұрын маған Instagram парақшасы арқылы бір кісі инвестиция ұсынды. Мәке, сізге 372 миллион теңге менің шотымда тұр ақша. Сізге осыны инвестиция ретінде берсем бе деймін деген сияқты айтты да. Мен ойлап отырмын да, 372 миллион теңгені мен қандай проектіге салсам болады екен, чтобы бұл 372 миллион теңге ең бірінші очередь жәнегі осы ақшасын берген адамға пайдалы болса екен деген сияқты. Бұл не деген сөз? Бұл менің жауапкершілігім. Мен өзімнің қарабасымды емес, ең бірінші очередь жәнегі ақшаны маған сенімменен тапсырып тұрған адамның қалтасын ойлаймын да. Одан кейін ар жағында былайша айтқанда менің де өзімнің интересіме сәйкес келетіндей ақша ар жағында қалып жатса, онда мен және де бұл ақша менің жіберген уақытым бар ғой, соған сәйкес келетін болса, онда мен бұл проектіге кіремін. Сол үшін де Алла тағала әр қайсымызға жәнегі сөзбен не айтпақшы болдым? Сіз егер де бұл ақшаны қайда жібересіз, қайда тратить етесіз, тратить ету емес, қандай проектіге саласыз, сол проект арқылы сіз оны 2 еселейсіз, немесе өсіресіз, осындай сізде жауап жоқ болатын болса, онда бұл ақша сізге келмейді екен. Сіз соның шешімін, соның жауабын білген кезде ғана сізге келеді. То есть, айтайын дегенім, Алла тағала бізге өзіміздің көтере алмайтын жүгімізді бермейді. Сіз уже көтере алатын кезде, қызметшілеріңіз үшін, жұмысшыларыңыз үшін, бәр қоғам үшін көтере алған кезде, сол кезде ғана сізге сондай дүниелер келе береді екен. Сол үшін де сіздер міндетті түрде өздеріңіздің міндеттеріңізді міндетті түрде орындаңыздар. Біреуге сөз айттыңыз ба, соны орындауға тырысыңыздар. Шешімдеріңіздің салдарын қабылдаңыздар. Сіз бір шешім қате шығарып қойдыңыз, бірақ та қателесіп қалдыңыз. Бәлкім сіз де кінәлі емессіз, бәлкім ол тағдыр болар, мемлекет болар, енді жағдай көп қой. Сол кезде бірақ салдарына не болды? Салдарына сіз кінәлі болып қалған болсаңыз, онда бұны жауапкершілікті өз мойныңызға алу керек. Ана кісіге барасыз, айтасыз, бәке, осындай жағдай болып қалды. Сізге айтқан сөзімде тұра алмадым, ішіп кеттім, қателестім. Бірақ та қашып кетпеймін, бөліп төлеп шығам деген сияқты. Көрдіңіз бе? Жауапкершілікті толықтай өзіңізге ала алған кезде ғана сіз міндетті түрде ашық боласыз. Коммуникация, үнемі коммуникацияға түсіңіз. Мәміле деген жауапкершілікте өте маңызды. Кейбір кезде біз дұрыс істеп жүруіміз мүмкін, бірақ та дұрыс істеп жүргенімізді дұрыс айту да маңызды. Егер де үндемей қалсаңыз, ішіңізде сіздің қалып кеткен болса, онда ана кісі сізді былайша айтқанда қашып жүр екен деп ойлап қалуы мүмкін. Иә, сізде мынандай бір тетрадь қарыз тұр, бірақ сіз звондауыңыз керек, айтуыңыз керексіз. Осындай қарыз бар екенін білем, бірақ өтеймін. Алаңдамаңыз. График жасап берші деген сияқты.
Сол үшін де Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Өз-өзіңізге жауапкершілік өте үлкен болған кезде, ол сіздерге, өздеріңізге сенімділікті арттыратын болады. Ал сеніміңіз жоғары болған кезде, кез келген проектіні сіздер алып шығатын боласыздар. Сол үшін де өздеріңіздің жауапкершілігіңіз қандай деңгейде, қарыздарыңыз болса, немесе бір проектларыңыз болса, кез келген жауапкершілік деген сіздің ойыңызша не? Осы туралы жазып шығыңыз. Және де жауапкершілігіңіз қандай деңгейде? Осы туралы үй тапсырмасы сіздерге осы бойынша жазып шығыңыздар.